тілін менімен 10 күнде үйрен. Бүгін бізде 7-ші сабақ. Сәлем, менің есімім Динара. Орыс тілінде сауатты сөйлеуге, сауатты жазуға үйретемін. Парақшамда күнде бір сабақтан шығатын болады. Сол үшін де міндетті түрде тіркеліп кел. Бүгінгі сабақта когда деген сұраққа орыс тілінде жауап беріп үйренеміз. Когда деген сұрақпен біз в, на және к предлогтарының бірін қолданып жауап беру керекпіз. Когда сұрағы қазақ тілінде қашан деп аударылады, яғни уақытты айтқанда қолданамыз. Демек, сізге біреу когда, қашан деген кезде в, на және к предлогтарының бірін қолдану арқылы жауап бересіз. Енді осыған тоқталайық. В предлогын апта күндерін және уақытты айтқан кезде қолданамыз. Мысалы, жұма күні 20:00 десек, пятницу в 20:00. Немесе сәрсенбі күні 12:00. В среду в 12:00. На предлогын қай кезде қолданамыз? На предлогын апта деген сөзбен, яғни неделя деген сөзбен қолданамыз. Мысалы, мен осы аптада келемін. Я приду на этой неделе. Немесе мен келесі аптада жұмысқа шығамын. Я выйду на работу на следующей неделе. Бұл жерде біз на предлогтарын қолдандық. Енді соңғы предлог к предлогы. К предлогы бұл белгілі бір уақытта, шамамен деген кезде қолданамыз. Яғни, точно емес уақытта қолданамыз. Мысалы, маған дүйсенбі күніне қарай мына жұмысты бітіру керек десек, мне надо выполнить эту работу к понедельнику дейміз. Яғни, к предлогы точно емес, шамамен деген кезде қолданамыз. Немесе, тағы да бір мысал, саған сағат 7-ге таман келу керек десек, қалай айтамыз? Бұл жерде біз к предлогын қолданып айтамыз. Тебе надо приехать к 7 вечера. Осы жерде в және к предлогтарын шатастырып алмаңыз. Себебі к предлогы бұл белгілі бір уақытта дегенді білдірсе, шамамен точно емес уақытта қолданамыз. Мысалы, кешкі 7-ге қарай, к 7 вечера. Ал в предлогы тура сол уақытта деген кезде қолданамыз. Мысалы, жаңағы мысалды алайық. В 7 вечера десек, бұл тура кешкі сағат 7-де дегенді білдіреді. К 7 вечера 7-ге қарай, ал в 7 вечера бұл 7-де дегенді білдіреді. Басқа да сабақтарымды көру үшін менің парақшама міндетті түрде тіркеліп кет. 8-ші сабақта его, ее, ему деген есімдіктерді ажыратып айтып үйренетін боламыз.